Қайырлы күн, құрметті студенттер. Бүгін біз сіздермен 2025 жылы еңбек ақыны, яғни зарплатаны қалай есептеу керек, сол жайында айтатын боламыз. Одан бұрын біздің осы YouTube каналымызда 2025 жылы қандай өзгерістер болады деген тақырыпта видео сабақ салғанбыз. Соны бірінші көріп алсаңыздар болады негізі. Одан кейін осы видео сабақты көргендеріңіз абзал болады. Еңбек ақыдан бірінші ұсталынатын жарналарды біліп алайық, Не ұсталынады? Міндетті зейнетақы жарна ұсталынады, яғни обязательный пенсионный взносы ол 10% ұсталынады. Міндетті медициналық әлеуметтік сақтандыру жарналары ұсталынады. Взносы на обязательное социальное медицинское страхование 2% ол. Және де жеке табыс салығы, индивидуальный подоходный налог ұсталынады. Ол 10%. Және де кейбір кейбір онда көпшілік кәсіпорындарда кәсіподақ жарнасы деген бар, яғни қысқаша профсоюз дейді, оған 1% ұсталынады. Енді міндетті зейнетақы төлемдері қалай есептеледі, сол жайлы айтып өтейік. Міндетті зейнетақы төлемдеріне жалпы есептелінген еңбек ақының 10% есептелініп, әрбір жұмысшының зейнетақы қорына аударылады дейді. Ескерту: зейнеткер жұмысшыға міндетті зейнетақы төлемі есептелмейді. Өйткені ол онсыз да зейнеткер, сондықтан міндетті зейнетақы төлемдері есептелмейді. Және де бізге айтады, экологиялық төлемнен міндетті зейнетақы төлемі ұсталынбайды. Яғни, егер сіздің қалаңыз экологиялық аумаққа жататын болса, онда сіздерге ай сайын экологический выплаты төлену қажет. Ол доплата түрінде. Және де не есептелінеді, не ұсталынады, то есть екіншісі міндетті медициналық әлеуметтік жарна. Яғни ВОСМС дейді қысқаша, взносы на обязательное социальное медицинское страхование дейді. Ол жалпы еңбек ақыдан 2% ұсталынады. Ескерту дейді: зейнеткер, студент, алтын күміс алқа иелері, балалары мүгедек ата-ана және де мүгедек жұмысшыға міндетті медициналық әлеуметтік жарна есептелмейді. Олар үшін мемлекет өзі төлейді, яғни. Және де үшінші ұсталынатын біздегі жарнаның түрі ол жеке табыс салығы. Оның формуласы қандай? Жалпы еңбек ақыдан экологиялық төлемді ұстайды, егерде ол есептелінген болса. Одан міндетті зейнетақы төлем, егерде ол зейнеткер болмайтын болса. Және де одан азайтамыз міндетті медициналық әлеуметтік жарнаны, яғни біз жаңа айтып жатқан ВОСМС. Және де одан тағы да азайтамыз 14 айлық есептік көрсеткішті. Және де одан кейін 10% есептелінеді. Осы 10% есептелмей тұрып, осы жеке табыс салығын есептейтін кезде мына нәрсені ескеріңіздер. Егер де сізде ипотека болатын болса, онда сол ипотека төлейтін кезде біз екі нәрсе төлейміз ғой. Біреуі сол кредиттің проценті, біреуі депозитке құятын ақша. Осы жерде кредиттің процентіне төлейтін ақшаны да қанша сумма төлейсіз, соны да мына жерде азайтып барып 10% есептесеңіздер болады. Және де көп балалы аналарға да осындай бір жеңілдік қарастырылған 2025 жылдан бастап, соны да ескере кетіңіздер. Және де бізге де айтады, экологиялық төлемнен жеке табыс салығы ұсталынбайды дейді. Осы жеке табыс салығына қатысты бізде мынандай бір қағида бар. 2019 жылдан бастап Қазақстан Республикасының салық кодексіне өзгертулер енгізілді дейді. Егерде жұмысшыға есептелген еңбек ақы 25 айлық есептік көрсеткішке, яғни 25 МРП-ға жетпесе, немесе оған тең болса, 25 МРП дегеніміз, яғни қазір 2025 жылы бір МРП-міз 3932 теңге болатын болса, оны 25-ке көбейтсек 98300 теңге болады. Егерде сіздің еңбек ақыңыз осы сумаға жетпесе, немесе осыған тең болса, онда жұмысшыға жеке табыс есептелгенде есептелінетін табыстың 90%-ын шегеріп тастап, одан қалған суммадан 10% есептеледі. Осыны да ескеріңіздер. Және де егерде кәсіподақ жарнасы, яғни профсоюз ұсталынатын болса, онда ол қалай есептелінеді? Жалпы еңбек ақыдан, яғни сіздің зарплатаңыздан ОПВ дейді, яғни міндетті зейнетақы төлемін алып тастаймыз. Және де одан ИПН, яғни жеке табыс салығын алып тастаймыз. Және де ВОСМС, міндетті медициналық жарнаны алып тастаймыз. Қалған суммадан 1% ұсталынады кәсіподақ жарнасы. Енді қалай есептеледі, соны бір қарастырып өтсек. Егерде жұмысшының жалақысы 200 мың теңге болатын болса, оклады, және де оған қосымша экологиялық төлем, яғни экологический выплаты 20% төленетін болса, окладтан, және де тағы да қосымша доплата
10% окладтан надбавка бар деп есептейік, иә. Қаңтар айының еңбек ақысын есептеп көрейік, иә. Зарплата за январь дейді. Мына жерде 18-де 20 деген қаңтар айында 20 жұмыс күні бар, бірақ жұмысшы 18 күн жұмысқа келген. Соны есептейміз. Не істейміз бірінші? Жұмысшының окладын, яғни 200 мың теңгені 20 жұмыс күніне бөлеміз. Сонда 10 мың теңге. Ол 10 мың теңге деген осы қаңтар айына жұмысшыға әр күніне төленетін еңбек ақы. Ол 18 күн келгендіктен жұмысқа оны 18-ді көбейтеміз. Сонда қаңтар айында осы жұмысшының еңбек ақысы 180 мың теңге болып есептелінді. Енді 180 мыңнан 20% есептейміз. Ол экологиялық төлем 36 мың теңге тағы да жалақысына қосылады. Және 180 мыңның 10%-ы ол қосымша бір доплата дедік, оған 18 мың теңге жалақысына қосылады. Енді жалпы еңбек ақыны есептеп көрейік. 180 мың, яғни жұмысшының қаңтар айындағы жалақысына қосамыз 36 мың теңгені, яғни экологиялық төлемді, және де оған қосамыз 18 мың теңге қосымша доплатаны, 10%-ды. Сонда осы қаңтар айында жұмысшыға есептелінген жалақы, еңбек ақы 234 мың теңге. Енді одан жаңағындай ұсталынатын жарналарды ұстайық. Бірінші ОПВ дейді, яғни обязательный пенсионный взнос, міндетті зейнетақы жарналарын алып тастаймын. Ол қалай есептеледі? 234 мың теңгеден 36 мың теңгені алып тастаймыз. Ол экологиялық төлем, бізде жаңа міндетті зейнетақы төлемінің жаңағындай ережесін оқыған кезде бізде экологиялық төлемнен ұсталынбайды деді. Сондықтан экологиялық төлем суммасын алып тастаймыз. Сонда 198 мың теңге қалады. Одан 10% есептейтін болсақ, 19.800 теңге сіздің зейнетақы жарнаңыз үшін ұсталынады. Келесі ВОСМС дейді, яғни медициналық жарна, взносы на обязательное социальное медицинское страхование. Ол жалпы еңбек ақының 2% деді біз жаңа ережесін көргенде. Яғни жалпы еңбек ақымыз бізде 234 мың теңге болды, оның 2% 4680 теңге ұсталынады сіздің жалақыңыздан. ИП-ны, индивидуальный подоходный налог, яғни жеке табыс салығы, жалпы еңбек ақыдан 234 мың теңгеден алып тастаймыз 36 мың теңгені, яғни экологиялық төлем. Одан 19800 теңге зейнетақы жарнасын алып тастаймыз, және де одан 4680 теңге медициналық жарнаны алып тастаймыз, және одан 14 МРП, яғни 14-ті 3932 теңге көбейтетін болсақ, 55048 теңгені алып тастаймыз. Сонда 118472 теңге қалады. Яғни осыдан 10% есептейтін болсақ, 11847 теңге ұсталынады. Енді қолыңызға таза тиетін еңбек ақыны есептейтін болсақ, 234 мың теңге жалпы еңбек ақы, одан алып тастаймыз 19800 теңге пенсионный взносы, одан 4680 теңге медициналық жарнаны алып тастаймыз, одан 11847 теңге жеке табыс салығын аламыз. Онда одан қалғаны таза қолыңызға тиетіні 197673 теңге. Егер де жаңағындай сіздерде профсоюз болатын болса, жаңағындай ережесін көрсеттік, осы бойынша есептеп 197673 теңгеден алып тастайтын болсаңыздар, таза тағы да қолыңызға ұсталынатын еңбек ақының көлемі шығады. Жалпы бұл түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі видео сабақта біз әлі еңбек ақыдан ұсталынбайтын төлемдерді есептейтін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.